Дұрыс айтасыз, машалла. Бұл дін қаттылықпен ешқашан жетпейді, бауырлар. Түсінікті ғой, бұл дін тек қана немен жетеді? Жұмсақ мінезбен ғана жетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұмсақтық қай нәрсеге енсе, соны көркем қылып жібереді дейді. Қаттылық қай нәрсеге кірсе, оны дөрекі қылып тастайды дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз ба? Ұрып атыр, жағын сындырып атыр, басын жарып атыр, Абу Жахил келіп, анау келіп боғын төгіп атыр, мынау келіп бірдеңе істеп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қарсы шығып төбелесіп атыр ма біреумен? Қолынан келмей ма, анаумен жекпе-жекке шығып. Бойында бірнеше еркектің күші бар ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Анау жауырыны жер ескемеген Рукананың өзі жеңіліп қалған ғой. Дұрыс па? Келмей ма Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жекпе-жекке біртіндеп келіңдер деп айтса? Бәрін құлатады ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, егер де солай болатын болса. Бірақ ол нәрсе не болып жатқан жоқ? Керек болып жатқан жоқ. Алла Құранда айтады: "Ей Мұхаммед, егер де сен қатты, дөрекі, жүрегің қатты болғанда дейді, айналаңдағылардың бәрі теріс айналып кететін еді" дейді. Көрдіңіз ба? Рахым пайғамбар, мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілген адаммын, пайғамбармын деген осы. Көрдіңіз ба? Қауымда бар негізі көркем мінез. Жоқ деп айтып жатыр ма Пайғамбар? Көркем мінезді қалыптастыруға, жаңадан көркем мінез әкелу келген деп жатыр ма Пайғамбар? Толықтыруға. Сіздер ішпей отқан бір түрлі екен. Бір өзімше. Мен көркем мінезді толықтыруға жіберілген. Негізі бар мінез, дұрыс па? Бірақ соны не істеу керек? Сәл-сәл жөндеу керек, көрдіңіз ба? Қандай жақсы нәрсе айтылып жатыр, машалла. Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің бар жұмсақтығын салып жатыр. Бар жұмсақтығын. Аналар неге келмей жатыр иманға? Жоқ, ең мықтылар бар ғой, авторитеттердің бәрі қақта. Ана тарапта тұр ғой өйткені. Көрдіңіз ба? Соқыр ілесіп жатыр ғой, соқыр ілесіп жатыр. Авторитеттердің бәрі ана жақта. Отбаң да авторитет, Шайбаң да авторитет, Абу Жахилің да авторитет, Амр ибн Ас та авторитет, оның әкесі Ас ибн Уайл, Валид ибн Муғира, жаңағы кімнің әкесі? Халидтің әкесі. Бәрі ана жақта тұр. Барайын десең, мына жақтағылар что-то не то адамдар сияқты, бір аурулар сияқты да өздерімен. Мына жақта табақа түрлі, жаңағы не дейді о жаңағы? Ақсүйектер, олигархтардың бәрі сияқты. Нешеуін айттық өзі? Төртеуін айттық қой, төртеуін айттық. Жалпы не үшін соғыспай жатқанын айтып жатырмыз ғой. Болады ғой барып соғысып тастауға, қиратып тастауға, бірақ осындай себептер бар екен. Бір қайталап өтейік, естеріңізде қалу үшін. Келіп кетіп қалған жақсы емес. Бірден алып кетейік. Бірінші не дедік? Бірінші бауырым айтты, Құраннан әлі әмір келген жоқ дейді. Ең алғашқы дәлел осы. Өйткені бәрі уахимен болып жатыр. Екінші не деді? Айтқан адамдар қаққа кетті. Қоғамға, қауымға әсер ететін адамдардың иманға келуі, олардың түгел артындағы адамдардың иманға келуіне әсер етеді. Көрдіңіз ба? Омардың нелерін деген сияқты. Одан кейін көркем мінезбен, дұрыс. Тағы не дедік? Міне, егер де шынымен барып қырылып жеңіліп қалса, онда жер бетінен ислам жоқ болып кету қаупі бар. Сондықтан шыда, жаным шыда, шықпа, жаным шықпа болып жатыр ғой. Көрдіңіздер ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар бірнеше рет келген. Алланың елшісі, сен бір қолыңды көтерсең болды ғой дейді, шаруаң бәрі шешіліп кетейін деп тұр ғой дейді. Көрдіңіз бе? Бір Алла десең болды ғой дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сендердің біреулеріңді маңдайларыңнан тырма тығып, терілеріңмен бірге тартып, терімен етіңді сыпырып жатыр ма біреу деді. Жоқ деді. Шымышқы майға салып қуырып жатыр ма сендерді біреу деді. Жоқ деді. Сендердің алдарыңдағы қауымдарды осылай қуырып, терімен етін сыпырған кезде иманынан қайтқан жоқ қой, не болды сендерге деді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Кішкентай бір сынақ келген кезде неге шыдай алмай қалып жатсыңдар деді. Ана қиын кездегілер бар ғой, осы қиналған сәттерің сенің тәтті болады ғой ертең болашақта деп жатыр да. Дайын асқа тік қасық болмайды ғой деп жатыр. Көрдіңіз ба, қандай нәрсе? Сахабалардың тері не істеп жатыр, дінге сіңіп жатыр.